Сәлем балақайлар. Бүгін мен сендерге көңілді санамақтар туралы айтып беретін боламын. Олай болса менімен бірге 10-ға дейін санап шығыңдар. Қолға қалам алайық, қанша сан бар жазайық. Қарап тұрмай сандарды, қайта-қайта санайық. Дөңгелекке ұқсайды, доп сияқты ұшпайды. Досым нөлді о дейді, десем бұл нөл ұқпайды. Біздің үйде бір тауық, бір жұмыртқа жүр тауып. Бір сиыр бар қорада, бәтіш тәтем жүр сауып. Екі аяқпен жүремін, екі көзбен көремін. Екі қолым бар менің, екеу құлақ білемін. Үйімде бар 3 қалам, үшеуін де ұштағам. 3 досымды салдым мен, 3 балыққа ұқсаған. 4 дөңгелек арбада, 4 аяқ бар малда да. Тауса алмай бидайды, 4 тышқан жүр қамбада. Бестік деген бағаны бақыт күнде алады. Бәрі жақсы көреді, 5-ке оқыған баланы. Алақай, дер келді күн, 6-дамын мен бүгін. 6 жасқа келмекші, алғаптада енді кім? 7 саны киелі, жұрттың бәрі біледі. 7 жасқа жеткендер жығылмай-ақ жүреді. Сен де мен де баламыз, 8 санын саламыз. 8 деген 2-4, 8 жаста ағамыз. 9 жасқа келгенім, 9 жылды көргенім. 9 жаста тәнті еткен, талабымды көр менің. 10 жыл 10 жас 10 деген, 10 жас кіші ол менен. 10-ды жаза аламыз, 10 тұрған бір нөл менен. Мінекей балалар, санамақ арқылы сендердің миларың тез дамиды, және де есту сезімдерің мықты болады. Сондықтан күнделікті 1-ден 10-ға дейінгі санамақтарды айтып жүрсеңдер, өте пайдалы екен өздеріңе. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңдар.